Армысыз қымбатты көрермен, эфирде Шарайна жаңалықтары, студияда мен Мерей Серікқызы. Қаланың оң жағалауындағы Қарағайлы шағын ауданында қазыналы қарияларға қызмет көрсететін белсенді ұзақ өмір сүру орталығының тағы бір бөлімшесі ашылды. Бұл қала бойынша 4-ші бөлімше. Толығырақ бейнематериалда. Орталықтың негізгі мақсаты зейнеткерлік жастағы адамдарды белсенді, мәдени, шығармашылық, спорттық және іскерлік өмірге бейімдеу. Орталықтың ашылу салтанатына Семей қаласы әкімінің орынбасары Арайбек Хамзаев, жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің басшысы Серік Жұмаділов қатысты. Облыс әкімінің тапсырмасымен, қала әкімінің тапсырмасымен, осындай қаланың әр аймақтарында, қаланың әр мөлтек аудандарында осындай салауатты өмір салтын ашудың көптеп ашудың тапсырмасын берген. Білесіздер, қазіргі таңда біз енді қаламызда 3-ші осындай бір нысан ашылды. Өздеріңізге арналған болумен біз тоқтамаймыз. Қазіргі қаламыздың сол жақ жағалауында тағы да бір нысанымыз ремонт жұмыстары жүргізіліп жатыр. Қала күніне бұйырса тағы да бір осындай үлкен бір объект ашамыз деген ойымыз бар. Белсенді ұзақ өмір сүру орталығы университеттермен де ынтымақтастықта. Орталықтағы зейнеткерлермен университет оқытушылары жұмыс жасап, цифрлық сауаттылық, қазақ, ағылшын тілдері және психология бойынша үйірмелер өткізеді. Қарағайлы шам ауданында осы мына арена мәдени спорттық кешенінде осындай белсенді ұзақ ғұмыр орталығын ашып отырмыз. Яғни бұл кешен енді осы тек қана осы Қарағайлы шам ауданын ғана емес, мына жақтағы көршілес жатқан энергетик ықшам ауданын қамтитын боламыз. Бұл деген енді осы маңайдағы өзіміздің қарияларымызға бір өздерінің осы енді белсенді ұзақ өмір сүру, өздерінің осы әлеуетін арттыруға өте бір пайдалы орталықтардың бірі болып саналады. Белсенді өмір сүру орталығында қызмет алушылар емдік дене шынықтыру сабақтарын, медициналық қызметтер, еңбек терапиясы, тілдік курстардан өтіп, сондай-ақ би, домбыра үйірмесіне, психологиялық тренингтерге қатыса алады. Сонымен қатар скандинавиялық серуендеуге шығып, үстел ойындарында ойнай алады. Барлық қызметтер тегін. Бұл бөлімше аптасына 100-ден астам зейнеткерлік жастағы адамдарға қызмет көрсете алады. Біздің белсенді ұзақ өмір сүру орталығымыз 2021 жылдың қараша айында ашылды. Осы 4 жылдың ішінде біздің қаламыз бойынша, Абай облысы бойынша бүгінгі күнде 4-ші орталығымыз ашылып жатыр. Осы жылдың 2024 жылдың қаңтар айында Өтепбаева көшесі бойынша бір филиалымыз ашылған. Одан кейін шілде айында тағы бір филиалымыз Танербергенова бойынша ашылды. Енді міне бүгінгі күні тағы бір филиалымыз осы Абай аренаның Қарағайлы ауданының тұрғындарына арнайы ашылып жатыр. Сонымен қатар тамыз айына тағы да жоспарымыз бар. Ол Жаңа Семей ауданының тұрғындарына Победы 13 бойынша тағы бір осындай орталық ашылу жоспарланып отыр. Аталған орталық қала әкімдігінің қолдауымен ашылған. Арена мәдени спорт кешені және Победа 13 көшесінде орналасқан орталық бөлімшелеріне қала қаражатынан 28 миллион теңге бөлінген. Белсенді ұзақ өмір сүру орталығы алғаш жұмысын бастағанда 140 адам тіркелген болатын. Ал қазіргі таңда орталықтың 4 бөлімшесінде тіркелген адамдар саны 284-ке жеткен. Сондай-ақ қосымша тіркеуде тағы 154 зейнеткер бар дейді орталық меңгерушісі. Орталықта 14 қызметкер жұмыс жасайды. Семей қаласында, Абай облысында 4-ші орталық ашылып жатыр. Бұл өте қуанышты жағдай. Өйткені біздің жан-жақты Семейдің жан-жағынан ашылып жатыр. Сондай жақсы жағдай жасап жатыр біздің осы апаларға, аталарға, осындай әлеуметтік қызмет алушыларға біз өте қуаныштымыз. В активное долголетие. Белсенді ұзақ өмір сүру орталығына осы жылдың мамыр айынан бастап келіп жүрмін. Бұл жердің есігі барлық зейнеткерлерге ашық. Әркім өзінің қызығушылығы бойынша сүйікті істерін тауып жатады. Мұнда үйірмелердің түрі бар. Барлығы өзінің жүрегі қалаған ісімен айналысады. Орталықтағы білікті мамандар бізбен жұмыс жасайды. Белсенді өмір сүргісі келетін кез келген зейнеткер осы орталыққа келе алады. Зейнеткерлік қызықты, белсенді өмірдің жалғасы деп білемін. Ходят по интересам, находят свои любимые дела. Белсенді ұзақ өмір сүру орталығының есігі қарияларға әрқашан ашық. Мерей Серікқызы, Ғалижан Сакенов, Арлан Исаков, ТВ-алты телеарнасы.
Семей темір жолы үшін биыл тағы бір тың жоба қолға алынған болатын. Атап айтсақ, Қазақ темір жолының 120 жылдығы Семей станциясы мен локомотив пайдалану депосының 110 жылдығына орайластырылған іргелі шара жүзеге асырылмақ. Облыстық әкімдіктің бастамасымен Ертіс ортасындағы бейбітшілік аралына балалар темір жолы қайта салынып жатыр. Толығырақ тілші тарқатсын. Дәл қазіргі сәтте біз бейбітшілік аралында тұрмыз. Қымбатты көрермендер, мұнда қала тұрғындары мен қонақтары үшін керемет демалыс орны жұмыстары атқарылуда. Оның бірі балалар темір жолы, яғни қазіргі уақытта темір жол асты төсегіш төселуде. Осыдан бір ай бұрын біз қызу жұмыс жүргізіліп жатқанда келген болатымыз. Енді қазір көріп тұрғандарыңыздай нәтижесі көрініп тұр. Бізбен бірге болыңыздар. Қаламыз күннен күнге көркейіп келеді. Оның бірден бір көрінісі өткен ғасырдың 70-ші жылдары бейбітшілік аралығында Түрксіб-Сібір темір жолы құрылысының басталуына 50 жыл толуына орай ұзындығы 4-5 шақырымға созылатын, бойында 5 станциясы бар темір жол аймақ балалар үшін нағыз думанды ортаға айналып салынған болатын. Алайда нарықтық өтпелі кезеңнің тоқырау жылдарында 1995 жылы мамыр айының 29 күні темір жол жабылды. Десекте араға 30 жыл уақыт салып, бұл желі қайта салынатын болды. Бүгінгі таңда үлкен аралдан арнайы жер бөлініп, топографиялық жұмыстар жүргізіліп, дизайнерлер мен архитекторлар іске кірісті. Аталған шара қалалардың сүйікті демалыс орны саналатын бейбітшілік аралын абаттандыру аясында жүргізілмек. Бұл орайда қайта салынатын кіші Түрксіб балалар темір жолының байырғы нұсқасынан біршама ерекшеліктері бар. Атап айтсақ, жаңа желі қала ішімен, яғни Ертіс жағалауын бойлап, жаяу жүргіншілер көпіріне дейін салынбақ. Бұл бір себептен аралға апаратын көлік қатынасы мәселесінде шешеді деп күтілуде. Яғни пойыз қатынасы қалалықтардың барлығына ортақ болмақ. Жаңа жобаны жергілікті билік қаржыландырады. Осыдан бір ай бұрын жұмыс басталған уақытта түсірілім тобымен барған болатымыз. Жұмыс барысы енді басталып, белгіленген орындарды тазалау жұмыстары жүргізіліп жатқан болатын. Араға бір ай жетер-жетпес уақыт ішінде біршама жұмыстар аяқталып, нәтижесі көзге көрініп ақ тұр. Айта кетерлігі, кіші Түрксіб темір жолын іске қосу арқылы аралға қатынайтын автокөліктер нөпіріне шектеу қою көзделуде. Ондағы мақсат ерекше табиғаты бар әрі тарихи мәнге ие арал келбетін сақтап қалу болып отыр. Мұнымен қоса облыстық әкімдік тарапынан электр энергиясымен жүретін заманауи паровоз да сатып алынған. Ал оған лайықталған арнайы вагондар даярлау үстінде. Алдағы уақыттарда ол Семей станциясына жеткізілетін болады. Камила Нартова, Марат Сағынбаев, Арлан Исаков, ТВ-Алты телеарнасы. Абай облысының өңірлік коммуникациялар қызметінде жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының 2024 жылдың бірінші жарты жылдығына жұмыс қорытындылары бойынша тақырыбында баспасөз баяндамасы өтті. Мұнда 2024 жылға бекітілген бюджет 24 миллион 323 мың теңгені құрайтындығы айтылса, оның ішінде республикалық бюджет 1 миллион 759 мың теңгені, ал облыстық бюджет 22 миллион 564 мың теңге екені атап өтілді. Сондай-ақ баяндама барысында әлеуметтік көмек көрсету, арнаулы әлеуметтік қызметтер, жұмыспен қамту, көші-қон саясаты және қандас мәртебесін беру немесе ұзарту турасындағы тақырыптар кеңінен талқыланып түсіндіріліп өтті. Аталған тақырыптар жөнінде Абай облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының басшысы Айман Нұрлыбек баяндама жасап қойылған сұрақтарға жауап берді. Енді біздің басқарманың бірінші бір бағыттарының бірі ол барлықтарыңызға аян, қазіргі халықты қиын жағдайда қалғанда көмек көрсетудің бірі ол атаулы әлеуметтік көмек. Атаулы әлеуметтік көмек бізде бір қиын жағдайда тап болған сәтте осы сәтті еңсеру үшін, жаңада қайтадан қалпына келу үшін көрсетілетін көмектерінің бірі, және де жұмыссыз жүрген азаматтарды жұмыспен қамту. Бүгінгі таңда енді бірінші жарты жылдық қорытындысы бойынша бізде әлеуметтік көмек, атаулы әлеуметтік көмек алып отырған азаматтардың саны 16.043, ол 3175 отбасы. Бүгінгі таңда бұл азаматтарға 1 миллиардқа жуық қаражат бюджеттен бөлініп төленген. Сонымен қатар осы атаулы әлеуметтік көмек алатын отбасылардың ішіндегі 1 және 6 жас аралығындағы балаларға 1,5 айлық есептік көрсеткіш ретінде көрсетілетін қосымша көмектеріміз бар. Оны бүгінгі таңда 4495 бала
123 миллион теңге шамасында алып отыр. Тағы бір біздің бағыттарымыздың бірі ол әлеуметтік көмек. Әлеуметтік көмек дегеніміз бұл мерекелерге және де қиын жағдайда қалған азаматтарға көрсетілетін бір рет көмектердің бірі. Бұл жалпы жыл басынан бері біз 30 мыңға жуық азаматты осы бағыт бойынша қамтимыз. Және де осы аталған әлеуметтік көмектерге 1,3 миллиард теңге көлемінде қаражат бөлінген. Қазіргі таңда осы қаражаттың 960 миллион теңгесі игерілген. Сонымен қатар ең үлкен бағыттардың бірі және де осы біздің елімізде, облысымызда көтерілетін мәселелер бұл мүгедектігі бар азаматтардың жағдайы. Бүгінгі таңда бізде Абай облысында 24 мыңнан астам мүгедектігі бар азамат бар. Оның ішінде 2900 бала. Әрине бұл көрсеткіш бүгінгі таңда біз үшін өте қолайсыз. Біздің қазіргі елімізде осы азаматтардың саны өсіп жатқаны. Жалпы бұл азаматтарға бюджет есебінен арнайы техникалық құралдар мен сонымен қоса қызметтермен қамтамасыз ету үшін 4 миллиардтан астам қаражат бөлінген. Және де осы азаматтарға арналған бізде 2023 жылы өздеріңіз білесіздер, Қарағайлыда 150 орындық орталық ашылған. Бұл орталық бізде бүгінгі таңда 150 орындық болғанмен, оның ішінде 75 орыны балаларға арналған болса, 75 орыны мүгедектігі бар азаматтарға арналған. Сондай-ақ атаулы әлеуметтік көмекке келер болсақ, жан басына шаққандағы орташа табысы күнкөру шегінің мөлшерінен аспайтын отбасына адамға тағайындалады. Ағымдағы жылдың 3-ші тоқсанына күнкөріс шегінің мөлшері 34.522 теңгені құрайды. Ең төменгі күнкөріс деңгейі 49.317 теңге. Атаулы әлеуметтік көмектің негізгі мақсаты ақшалай төлемдер түрінде қолдауды жүзеге асыру және отбасының еңбекке қабілетті мүшелерін жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің белсенді шараларына тарту арқылы отбасын қиын өмірлік жағдайдан шығару болып табылады. Биылғы жылы атаулы әлеуметтік көмек 6150 отбасына, яғни 31501 адамға 4,3 миллиард теңге төленген. Сонымен қатар 1,5 айлық есептік көрсеткіш мөлшеріндегі қосымша төлемдермен 1 жастан 6 жасқа дейінгі 4494 балаға 7096 жоспар бойынша қосылғанда 123,4 миллион теңге сомасына қамтылған. Енді біздің басқармамыздың енді бір үлкен бір бөлігінің бірі ол жұмыспен қамту мәселесі. Жылда әлеуметтік кодекс шеңберінде барлық облыстар, бүкіл Қазақстан облыстарында өңірлік жұмыспен қамту картасы бекітіледі. Бұл өңірлік жұмыс қамту картасының бекітілген кезде бұл облыс бойынша қанша жұмыс орындары құрылады, қанша азаматтар жұмыспен қамтылады деген мәселелер қарастырылады. Оның биылғы жылы, 24 жылы біз 23 мыңнан астам жұмыс орнын құру көздеп отырмыз. Оның ішінде 50% десем болады, 6 мыңы ол уақытша жұмыс орындары. Енді өздеріңіз білетіндей, біздің уақытша жұмыс орындары деген ол біздің бұрынғы жұмыспен қамту орталық, қазіргі мәнсап орталықтары іске асырылады 6 жоба бар. Оның ішінде жастар практикасы, қоғамдық жұмыстар, күміс жас, ұрпақтық келісімшарт деген бар, және әлеуметтік жұмыс орындары, және мүгедектігі бар азаматтарға арналған әлеуметтік жұмыс орындары. Бүгінгі таңда енді жұмыс бірінші жарты жылдық бойынша енді бізде 13 мыңнан астам жұмыс орны құрылды, ал бүгінгі таңға алатын болсақ 15 мың жұмыс орны құрылды. Оның ішінде қосылатын объектілер қазіргі таңда өздеріңіз көріп жатсыздар, Семей қаласында, басқа аудандарында инфрақұрылымдық жұмыс объектілер салынып жатыр. Солардың бәріне біздің жұмыссыз ретінде тіркеліп тұрған азаматтарды бірінші рет кезекте жұмысқа алып жатыр. Сонымен қатар осы жұмыспен қамту саласындағы бірде-бір мәселелердің бірі, ол қазіргі таңда өздеріңіз де білесіздер, әлеуметтік желіде жалпы халық арасында көп талқыланып жатқан ол 400 айлық есептік көрсеткішіндегі қайтарымсыз мемлекеттік грант. Жалпы біз облыс бойынша Еңбек министрлігінің бекітілген кестесіне сәйкес 204 грант биыл беру жоспарланған болатын. Ол 2 лик шеңберінде өткізіліп отыр.
бірінші легі енді мамыр айында өткізілген болса, 102 грант сол уақытта берілді. Енді екінші легі 14-26 шілде аралығында құжаттар қабылдау жүргізілді. Бүгінгі таңда енді 102 грантқа 302 өтініш келіп түсті. Енді былай айтқанда бір грантқа 3 үміткерден қатысатын болады. Комиссия отырыстары осы 30 шілдеден бастап отырыстары басталды. Ал әлеуметтік көмек көрсетуге келер болса, қалалар мен аудан маслихаттарының шешімдері негізінде азаматтардың жекелеген санаттарына, атаулы және мереке күндеріне, сондай-ақ мұқтаждығы бойынша әлеуметтік көмек көрсетіледі. 2024 жылға 30 мың адамға әлеуметтік көмек көрсету үшін 1,3 миллиард теңге қарастырылған. Жыл басынан бері 26,5 мың азаматқа 960,3 миллион теңге сомасында әлеуметтік көмек көрсетілген. Кедергісіз келешек партиялық жобасын жүзеге асыру аясында халықтың қозғалысы шектеулі топтар үшін, кедергісіз орта қалыптастыру үшін әлеуметтік инфрақұрылым нысандарын бейімдеу және ерекше қажеттіліктері бар адамдар үшін инфрақұрылымды жақсарту жоспарына сәйкес 2024 жылы 227 нысанды бейімдеу жоспарланған. 2024 жылдың бірінші жарты жылдығында 82 нысан бейімделді. Бұл жоспарланған көрсеткіштің 36,1% құрайды. 2024 жылдың 30 шілдесіне 103 нысан бейімделді. Бұл жоспарланған көрсеткіштің 45,4% құрайды. 2024 жылдың соңына дейін 124 нысан бейімдеу жоспарланған. Бұл жоспардың 54,6% құрайды. Қозғалысы қиын 1540 мүгедектігі бар адамды тасымалдауды қамтамасыз ететін инватакси қызметінің 19 автомашинасы Семей қаласында 16, Аягөз қаласында 3 жұмыс жасайды. Жобасы бойынша оқытудан өту, аталған сертификаттың иегерлері бізде осы 400 айлық есеп көрсеткен гранттарға қатыса алады. Бүгінгі таңда енді 606 адам оқудан өтті. Бұл біздегі өтетін барлық оқулар қысқа мерзімдіктен қарағанда барлық онлайн форматта еңбек.кз порталына кіріп тіркеліп, әрбір Қазақстан азаматы жұмыссыз болсын, жұмыссыз болмасын оқып, өзінің осы сертификатты алу немесе өзінің білімін, біліктілігін жетілдіруге мүмкіндігі бар. Қысқа мерзімді курстарға айтатын болсақ, бізде биылғы жыл 276 адамды оқытамыз деп жоспарлап отырмыз. Көбінде бұл жерде бізде жұмысшы мамандықтар, слесарь деп айтады ғой, сондай жұмысшы мамандықтар бізде көбінде, оның ішінде және тігіншілер де бар, соның аспазшылар да бар. Бүгінгі таңда енді біз 150 адамды оқытып отырмыз. Жыл соңына дейін енді осы көрсеткішті 100% орындаймыз деген ойдамыз. Сонымен қатар биылғы жылы бізде аяқ киім шығару фабрикасы мен және Қаражыра акционерлік қоғамы өз жұмыс орындарында біздің жұмыссыз азаматтарды оқытып, өздерінің мекемелеріне жұмысқа алуды көздеп отыр. Енді Қаражырада өздеріңіз естіген боларсыздар, БелАЗ деген үлкен техникалар бар, соларды жүргізу үшін арнайы оқыту, өздерінде оқу орталықтары бар. Өздерінің тренажерный БелАЗдар да бар, жаңада өздерінің база, материалдық техникалық база бәрі қамтылған. Сондықтан да осындай тау-кен өндірісінде жұмыс жасайын деген азаматтар болса, бізге келіп, осы Қаражыра мекемесінде оқуын оқып, және ары қарай сол жерде жұмысын жалғастыруға мүмкіндігі бар. Сондай-ақ жұмыспен қамтуға тоқталар болсақ, 2024 жылы 1 шілдеде өңірлік жұмыспен қамту картасы шеңберінде облыс бойынша 13.321 жұмыс орны, оның ішінде 7.289-ы тұрақты жұмыс орны және 6.032-сі уақытша жұмыс орнынан құралған. Жұмыспен қамтуға жәрдемдесу шараларына 124 сотталған және пробация қызметінде есепте тұрған адамдар тартылған. Сонымен қатар 85 мыңнан астам адамды қамтитын 350 жұмыс берушінің қатысуымен 6 бос жұмыс орындары жәрмеңкесі өткізілген. Гүлім Заманбекқызы, Марат Сағынбаев, Арлан Исаков, арнайы ТВК 6 арнасы үшін. Семей қаласының әкімі Нұрбол Нұрсағатов әр апта сайын азаматтарды жеке сұрақтары бойынша қабылдайды. Абай облысының қабылдау орталығында қала әкімі тұрғындарды кезекті мәрте жеке сұрақтары бойынша қабылдады. Қабылдау барысында барлығы 23 өтініш қаралды. Жеке мәселелерден басқа тұрғындар тұрғын үй коммуналдық шаруашылық, сумен жабдықтау, абаттандыру және тағы да басқа мәселелермен де жүгінді. Нұрбол Төлегенұлы қабылдауға жазылған тұрғындардың арыз шағымдары мен өтініштерін, ұсыныстарын тыңдап, туындаған сұрақтардың өзектілігін анықтап, сол бойынша нақты жауаптар берді. Хаттамаға негізделген мәселелердің бір қатары жедел шешімін тауып, ал келесі мәселелердің заңды түрде шешу жолдарын түсіндірді.
Қазіргі таңда қоқыс мәселесі өзектілігін жоғалтпай келеді. Қала шетіндегі қоқыс полигонынан келген иіс Шеткері аудан тұрғындарының шағымына алып келді. Мәселенің мән-жайын білу мақсатында тілшіміз Комсомол кентіне барып қайтты. Комсомол кентінің тұрғындары қала шетіндегі қоқыс полигонынан келетін түтін иісіне шағымданып отыр. Тұрғындар ауада таралған түтін адам денсаулығына қауіп төндіруі мүмкін дейді. Іштеріндегі жанайқайын бізге айтқанымен экран алдына шығып сөйлеуге жүрексінеді көбісі. Ал жауапты органдардың айтуы бойынша кент маңындағы пайда болған түтін тек қоқыс полигонынан ғана емес, тұрғындардың өзі жеке меншік аумақта жаққан шөптер мен тұрмыстық қатты қалдықтардан да пайда болуы мүмкін екен. Осылайша бұл экологияға да кері әсерін тигізеді. 4 дня назад возгорание на полигоне твердобытовых отходов. 4 күн бұрын тұрмыстық қалдықтар полигонында өрт шықты. Бұл күн өте ыстық болғандықтан орын алды. Мәселен, қоқыс полигонындағы әйнектер сол жерде өрттің шығуына тікелей әсер етеді. Себебі күн сәулесі үлкейткіш әйнек сияқты әрекет етіп, оның астында жатқан қағаз, картон немесе пластиктар өртенеді. Осыған байланысты өрт шығады. Бірақ қазіргі таңда біз бұл мәселемен күресіп жатырмыз. Үнемі қажетті шаралар қолданып тұрамыз. Бізде бұл бойынша 2 бульдозер, 1 жүк тиегіш, су тасымалдаушы көліктер жұмыс істейді. Қоқыс полигонында өрттің алдын алу үшін үйінділерді қазып, үнемі су құю жұмыстарын жүргізіп тұрамыз. Сондай-ақ инертті материалдарды самосвалдармен жоғарыға апарып бульдозермен итереміз. Одна единица погрузчик, водовозы работает, тоже постоянно занимаемся проливкой водой. Тұрмыстық қалдықтар полигоны Кеңес одағы заманынан бері бар екен. Бұл жерде қоқыстың қанша қат бара жатқаны айтпаса да түсінікті. Полигон ескі болғандықтан адам тұрмақ техника бара алмайтын аумақтар да бар. Бұндай аумақтарда өрттің алдын алу үшін жоғары жақтан су құямыз дейді Ерлан Ағаралов. Алайда өрт бір сәтте тоқтап қалғанымен жел көтерілсе, қалдықтар қайта тұтанып өрт шығуына әкеліп отыр. Айта кетейік, жауапты орган маманы қоқыс полигонындағы өрттің шығуына тұрғындардың өздері де тікелей қатысты дейді. Есть мусоровозы. Жаз айында қоқыс тасымалдаушы көліктер жанып кетеді. Осымен 2 көлік жану фактісі тіркелді. Себебі тұрғындар толықтай жанып бітпеген қоқыс қалдықтарын жәшікке тастайды. Осылайша қоқысты көлікке тиегеннен кейін бірнеше километр жүріп қоқыста жанып бастайды. Осының әсерінен қоқыс тасымалдаушы көліктер де жанып кетіп жатыр. Тіпті кейде қоқысты полигонға төккеннен кейін де өрт шығып жатады. Она до конца там, допустим, не затушена. Айта кетейік, қалада жаңа қоқыс полигоны салынатын болады. Бұл туралы жобалық сметалық құжаттама дайындалған. Қазіргі таңда бұл бойынша техникалық сараптама жасалып жатыр. Барлық құжаттар дайын болғаннан кейін Семей Қайнар тас жолында 15 километрде жаңа тұрмыстық қоқыс полигонының құрылысы басталады. Жаңа қоқыс полигоны барлық санитарлық, эпидемиологиялық, экологиялық талаптарға сай болады деп отыр. Ал полигон шамамен 1-2 жылда қолданысқа беріледі. Мерей Серікқызы, Ғалижан Сакенов, Арлан Исаков, ТВК Алтай телеарнасы. Бүгінге келіп түскен ақпарат легі осымен тәмам. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.